Hayırlı gün dostlar, assalamu aleykum. Mine taң atты. Sıyırlarga şöp berip жатырмыз. Şöp berip бастадық аздан. Жай шөп жеп бастады. Heya! Таласпай жеңдер. Аяз деген ұрып тұр. Түнде -17 дейін барды. Өте аяз, осындай аяздарда шөп беріп алмасақ, аяз деген жеп қояды малды айтпесе. Январь пока ашық деп тұр енді. Осы 1-2 күн аяздан өтіп алса қарғартай. Мына күнгейдің бәрі ашылады. Жайлыммен кешке қартай бір жарты рулон беріп қойып жүре береміз, бұйырса Құдай қаласа. Сиырдың жағдайы осы. Ақырындап кетіп жатыр. Мына бір тайынша. Мына менің бір аңғыз тайыншам. Өспей қалды бұлжырақ. Бұзаулардың бәрі жай туды. Жай қалды. Бұзаудың бәрі жай қалды. Таласып жеп жатыр. Мына менің чорныйым. Тоже аңғыз тайынша. Бауыржан Оспан ағамыздың бұқасына шыққан жалғыз тайынша. Байқұстар шөп жеп жатыр, байқұстар. Әрең арық. Үшкені араларын. Ей! Сіліп жатыр, қуған сілді. Теуіп қояды мұна. Мынау бір кәрі сиыр. Бұған кешкісін жем беріп жүрім, әрең жүр әйтеуір. Бұлда. Бұқалық қалып қалған тайыншам қалай? Тайыншалардың ішінде бересі бұқалық қалып қалған тайыншам. Алатау. Тағы да бір бұқалық қалып қалған тайыншамды көрсетейін. Ей! Мына дәу сиыр оңбаған бәрін сүзіп. Сұмырай неме. Міне мынау Алатау. Қасқа тұрған осы. Осыны бұқалық қалдым. Бер жағындағы аңғыз, ар жағындағы тайынша бұқа. Міне және де үшінші бұқалық қалып қалған тайыншам. Бұл қысыр емген жаздай. Өте жақсы жағдай. Ірі басқа тайыншалардан қарағанда бұқалығы да жақсы. Орауыз, қолағының іші сары. Таза Алатау. Шешесі өте сүтті. Осыдан бұйырса, Құдай қаласа ұрпақтарын таратамыз. Бұл тұқым салмақты өте жақсы береді. Мен зерттеуім бойынша сойған кезде Әулиекөл аралас бір құнажыным болды. Осындай Алатау таза, осындай қоңыр түстес бір құнажыным болды. Қоңыр түстес құнажыным Әулиекөл құнажыннан кішкентай болды. Әулиекөл құнажын үлкен болды, Әулиекөл сатыс. Содан сойған кезде әлі қоңыр құнажыным Әулиекөлден көп салмақты еді. 15 килограммдай жоғары салмақты еді. Міне, көрдіңіздер ме? Осындай разницалар бар. Байқұс сиырлар әйтеуір шөп жеп жатыр. Бұл бір перекус қой былай айтқанда. Одан барып жайлады қазір тауға шығып. Жақсы жарайды достар, онда тағы да көрсететін болам. Міне, Рекс отыр. Қашан маған айда деген команда береді деп күтіп. Маған дес Рекс. Көйедамай өзі шөпсіп жүр. Міне, шөп жиналып қойған 80 рулон. Түсіргенім ар жағында 500 түк. Жоңышқа атпен бұқалар жеп жатыр. Жоңышқаны сол үйдегі малдар. Солар жейді мына 80 рулонды. Міне 80 рулонның ішінде мына бидайдан кейінгі шыққан шөптер. Сиырлар жақсы жейді. Қалдырмайды. My dog.
Ay. Мынау міне сиырлардың жататын қорасының орны. Екі күнде бір тазалап отырамыз. Таза. Қуыс тесіктің бәріне жүнді тауып тастадық. Алдындағы бораннан шипырт сындырды. Яғни жүнді осындай мақсатта пайдалану керек. Қазақи қойдың айтпесе жүнін өртеп жібереміз. Ана жақта жүрген менің көмекшім қойды айтып. Жаман қойларды айдап жүр. Қаншақты жақсы. Мына жерде қой жоқ. Қойды қосып қойғам. Көрші ағаға қойды бағып жатыр. Міне қойдың қордасының орнына осы қорағада жатады сиырлар. Астының бәрі қорда жылы. Тым суық өтпейді былай айтқанда. Сиырдың асты жылы болған жақсы. Сиыр астынан жүдейді. Мына жақта менің бұқаларым бар. Оларға жем суын беріп қойдық. Енді шөбін беру керек. Жо там қалайсыңдар? Жемдерің жеп болдыңдар ма? Әлі болмапсыңдар ғой. До конца тап-таза жем. Бұқаларыма бұйырса 1,5 ай болып қалды. Сарбұқан менің мойны шығу керек. Артында мойны шыққан жоқ әлі. Олар қазір санмен, арқамен жұмыс жасап жатыр. Енді мойынға көше бастайды ақырындап. Бәрі аяз. Дұрыс жасап қойдым. Сөйтіп атыға. Міне достар, сиырлар қалай су көшеді. Өйе! Сүзбе. Давай, тізерлі. Аха. Деген келмей жатыр жоғары жақтан. Қатып қалған су. Өшпегелі біраз болды бұл сиырлар. Қар жима десем жемейді. Қар жалап өмір сүрсе болатын еді. Мен аз келіп жатыр су деген. Почти жоқтың қасы. Кеше вообще жоқ болған. Бүгін қайта кішкене бір екен аттарды шелекпен суғарып жүрміз. Әрең әйтеуір. Сақ кішкентай су бар. Өй! Бір-бірін сүзіп қорықпай ішеді ғой сиырлар. Черный, давай. Молодец. Ананы сүзіп шешең. Тоқта асықпай ішсін. Can таласып жатыр бәрі суға. Қалайсыңдар, ей? Қалайсыңдар?
сиыр құсап су ішіп деген осы болады. Çölдеп барамыз. Бұл сиырдың бір нашар жерлері осы. Су іше алмайды. Су ішеді дегендей. Жылқы сияқты өтпейді андай. Өй! Қаржылап жүре бермейді. Кейбір сиырлар қаржылап жүре береді екен, сөйтіп үйрету керек болады. Шөп тарпи алмайды, бірақ сиыр деген пұл болып тұр қазіргі заманда. Сиырдың еті постоянно сұраныста, бұқа деген сұраныста. Сұранысы жоғары бұл балының. Бірақ бағу кішкене қиындау. Міне менің бұқалыққа қойған бұқам. Алатау, швед алатау, шведский порода. Сиырлар суға кетіп, суға барып келе жатыр. Бізде ат суға келе жатырмыз. Но тоже полушвед. Күн жылынайын деп қалды берсін. Күнгейдің бәрі ашылса, сиырға жақсы болады. Сиырлар жайылып жүр таудың үстінде.